күздің сырлы самалымен бірге адалдық сезім мен қайсарлықты нұр құю 19 қазан құтқарушы күні мерекесі де келіп жетті. Осынау айтулы мерекенің қай кезде де орны бөлек. Мерекелік кешіміздің шымылдығын ашып беру үшін киелі қазақтың қара домбырасын пір тұтқан мектебіміздің жас күйшісі Қалыбай Аянды би күйімен қарсы алайық. Осынау қаупі әрі қатерлі құтқару саласында жүрген абзал азаматтарымызға деген ыстық сезім, алғыс пен құрмет ешқашан сөнбек емес. Олар өмірдің мәні, әр отбасының тыныштығы мен бақытын қорғап жүрген батыл да қайсар азаматтар, еліміздің алтын қазығы. Ендеше бүгінгі мерекелік кешіміз өздеріңізге арналады. 6-шы В сынып оқушысы Сатсал Ақнұрдың ақ тілегін қабыл алыңыздар. Сахнада Сатсал Ақнұр. Жүрекке адалдықтың ескен гүлін, ғажайып келешектің төккенінің, ардақты ағаларға шын көңілден жолдаймыз алғыспенен сәлем бүгін. Армысыздар ардақты азаматтар, отбасының тірегі елді бастар. Құтты болсын мереке баршаңызға, бақ береке берсін отбасыға. Баршаңызды Қазақстан Республикасының құтқарушылар күні кәсіби мерекесімен құттықтаймыз. Келесі отан қорғаушылар әнімен сіздердің алдарыңызда трио қошеметпен қарсы алайық. Zaman bulup anı akar, kata turun sarma kubatakan. Alımız saydamız yüreğimizge, tanışın elin değişilgi. Afani sapa turukar, şimdi kurbanlar, namus satanlar. Kalıptın matanışı bu, kazan şirin ardaklı batı seni. Мамандыққа адалдық таныту, ерлікке және кез келген сынаққа дайын болу,
төтенше жағдай қызметі мамандарына қойылатын басты талап. Hadi olsa ayağım aldık koluma koy. Kalaysınlar. Kameram kalay. Oha sesler mi zaten? Oha tüpümden koy. Bak sesler mi zaten? Tüpümden koy. O ne şu? Ne bol sesler gargaymaz. Atamla nemeren söz nesiniz var? Meyin roğa olsun. Ne oldu? Ne olmadı? Ne bol ses nemeren? Soğuk var tüpüm жұмыс істеймін деп жатыр. Қоя тұрсын. Балам, сен өте жақсы оқып жүредің ғой, не болды саған? Ата, мен оқығым келмейді. Мен құтқарушы болғым келеді. Құтқаршы балам, мен натымыз самада кімді неден құтқармақшысың? Сабыр балам, сабыр, кел отырады. Аға, құтқарушылар тек соғыста болады деп кім айтты? Құтқарушылар тыныш заманда да келеді. Сонда мына қарапайым адамдарға кім көмек береді? Балам, құтқарушы болу оңай емес. Я балам, құтқарушы болу екінің бірінің қолынан келмейді. Жанындап тұрған отқа әртүрлі табиғат апаты кезінде жаныңды аямай қызмет ету керек. Сен оған дайынсың ба? Я ата, мен дайынмын. Қандай да қиын жағдай болмасын, мойымай еңбектенемін. Дұрыс балам, дұрыс. Я балам, сен нағыз азамат болып өсіпсің. Мен сенен мақтанамын. Батамды бердім күнім. 19 қазан құтқарушылар күні қарсаңында қызмет бабында қаза болған әріптестеріміздің ерлік істері бүгінгі жас ұрпақтың отансүйгіштікке, патриоттыққа тәрбиелей отырып, ел есінде мәңгі сақталады. Қызмет бабында қаза болған ерлерімізді 1 минуттық үнсіздікпен еске алайық. Апат айтып келмейді. Тосыннан болған оқиғалар кезінде азаматтарға бірінші болып көмекке ұмтылатын төтенше жағдайлар қызметінің құтқарушылары. Бұл іс кез келген адамның қолынан келе бермейтіні анық. Оған үлкен жүрек, машық, білім мен біліктілік, сондай-ақ тәжірибе керек. Осындай қатерлі жұмысты абыроймен атқарып жүрген қайсар ағаларымыз әрбір отбасының қамқоршысы, тірегі. Осындай әкелеріміздің мерейі әрқашан биік болсын деп, 6-шы А сынып оқушысы Айқын қызы Інжу әкеге арна өлеңін орындап береді. Қарсы алыңыздар. Нағыз әке, ақылды өте асқажан. Барлық ұрпақ әкелерден басталған. Ал әкелер өздеріне арналған бүгінгі той қуаныш пен мереке. Әкем менің асқақтауым, тірегім. Бәрінен де сен қымбатсың білемін. Қанат қағып кетсем алыс қияға, сен деп соғар жұдырықтай жүрегім. Жүздеріңнен көрем шаттық арайын, болсын солай әрбір күннің арайын. Тойларыңыз құтты болсын әкелер, балаларын төге берсін мерейін. Құтқарушыларға физикалық жағынан мықты әрі кәсіби маман болу жеткіліксіз. Өйткені олардың тынымсыз қызметіне апат, зілзала, өрттен бөлек түрлі жағдайлардан зардап шеккендерге психологиялық көмек көрсетуде тура келеді. Мың алғыс сіздерге. Мейірім қайда, береке дейтін назарым қайда.
халқына деген патриоттық сезімді сіңіре білген әрине біздің абзал аналарымыз екені анық. Төлеген Айбергеновтың ана өлеңін сіздерге, аяулы аналарымызға Қалымбек Ерасыл 9-шы сынып оқушы арнап келді. Қарсы алыңыздар. Арманыңды ақтарамға жүрегімде тербесем, айға сіңірі қарындасың қасиетті жердесем. Мен өзіңді теңдесі жоқ құдірет деп түсінем, сенді қуатының әсерлік жердің заты күшінен. Сұлу әлем, әлем сұлу сен жаратқан адаммен, көк жолының қарсылығын қағып тастап бараммен. Сенді қуат болар бәлкім басын еді көк маған, әр естенем туғанымды есім алсам тоқтаман. Ал ұмытсам ұмыт болып қаларымды білемін, ұмыт қалмау үшін менің шарқырады жүрегім. Шат жүріп ақ қас қаққанша боламын мен шерменде, жетім емес кей ананың жетімдігін көргенде. Көз алдымда жас дөңгелеп туылғанда ызадан, маған тіпті сөз келмейтін ұяттардан қызарам. Бұл дүниеде онсыздағы кеткен жоқ па көбесең, о аналар кей басықты жаратасын не десең. Тас бауырлар дүниеге келсін де тез кетсін де, әлді өзгелер ондайлардан жиектенсін дейсің бе. Қай кеудені жылытады лапылдаған отпенен, өз кеудесін жылытуға құдіреті жетпеген. Отанға адал, елге қайырымды, отбасына мейірімді бола білген, сіздерге жүректеріңізге оттай лаулап, жандарыңыз әрдайым жас болсын дегіміз келеді. Тәуелсіз еліміздің көк байрағы көгімізде желбірей берсін. Ән, алға қазақ жігіттері.